10.687 теңгеге Кореядан не алып келуге болады, және де мен не алып келдім. Кеттік анда. Так, алма. Мынау не деп ойлайсыздар, достар? Бұл қауын. Бұны да камераға жеп, дәм тату айдарын жасайтын боламын. Проростки. Паттай тағамын жасауға алдым. Тофу. Паттай тағамын жасауға қосамын бұны да. Мандарины. Кабачок. Болды, достар. Қазір үйіме менің үндістандық құрбым Дипти келеді. Соған осы жеміс-жидектерді алдым, өйткені ол вегетарианка, басқа тағамды жемейді. Және де қызықты бір жайт, достар, бүгін Индияда мынандай бір мереке екен. Тұрмысқа шыққан келіншектер өздерінің күйеулеріне дұға жасайды екен, Алладан тілейді екен, өздерінің құдайларынан тілейді. Ұзақ өмір тілейді екен, жұмыстарына сәттілік, сол күйеулерінің жолдарын ашшы деп тілек тілеп, олар ораза ұстайды екен, тағам жемей. Тағам жемегенде біз сияқты күні бойы дым жемейді емес, күндіз тек фрукты жеуге болады деді, маған айтты. Кешке уже тағамды жей беруге болады деді. Ай кеткен соң деді, кешке айды көруге шығады екен, әдемі көйлегін киіп. Кешке бірге шығуға тырысамын, көреміз. Және де менің аккаунтымда сіздер осы әлемнің түкпір-түкпірінен келген менің құрбылармен бірге түскен қызықты видеоларды көре аласыздар. Тіркеліп кетіңіздер. Бұл Кореядағы қазақ мамасы. Мынаны жек көреміз, дәм тату айдарын күтіңіздер. Одан кейін мынаны Диптиге пісіріп көрсетемін. Біздің чөшшін езік деген салатты мен кабачокпен жасаған жақсы көремін. Тоже пісіріп көрсетемін Диптиге. Давайте.